Сәлем достар, сіздермен мен Күнекей Нұрлан, қаржылық кеңесші. Шәй ішейік бағдарламасы қаржылық сауаттылығыңызды ашуға бағытталған және кезекті қаржылық сұрақтарды талқылауға арналған айдар болып келеді. Қаржылық сауаттылықты дамытуда үлес қосып, бізге демеуші болған халық сақтандыру компаниясы. Бүгін саяхатқа қалай дұрыс қаржы жинауға болатынын, қандай қаржыландыру әдістері бар және неге саяхатты несиеге алу қауіпті екенін түсіндіремін. Сонымен қатар, саяхатта сақтандыруды қалай қамтамасыз етуге болатынын да қарастырамыз. Саяхаттауды армандайсыз ба, бірақ ақша жеткіліксіз сияқты көріне ме? Шын мәнінде саяхатқа қаражат жинау мүмкін нәрсе. Ол үшін нақты қаржылық жоспар мен шыдамдылық қажет. Мен саяхаттануды өте жақсы көремін. Ең алғашқы қаржылық мақсатында Японияға саяхат болатын. Өз жалақымнан және қосымша табыс көздерін іздеп, ақша жинап алғаш шетелге шыққан кезім әлі есімде. Саяхат адамның көз қарасын кеңейтетін ерекше тәжірибе. Жаңа ел, жаңа мәдениет, жаңа адамдармен танысу адамның ішкі дүниесін байытып, өмірге деген көз қарасын өзгертеді. Ал енді сол саяхатқа қаражатты қалай жинаймыз және ұйымдастырамыз? Біріншіден, алдымен қаржылық мақсатты анықтаймыз. Саяхат бұл армандардың нақты жоспарға айналатын сәті. Сол үшін алдымен қайда барғымыз келеді, қашан және қанша уақытқа соны нақтылап алыңыз. Мысалы, Жапония ма, Түркия ма, әлде Қазақстан ішіндегі демалыс па, бағытыңыз мақсатты айқындайды. Келесі қадам – қажет соманы есептеу. Ұшу билеттері, қонақ үй, тамақ, экскурсиялар, трансфер, сақтандыру және күнделікті шығындар барлығын жеке-жеке жазып шығыңыз. Тіпті ұсақ-түйек шығындарға кофе, сувенир, интернет соған дейін ойлаған дұрыс. Нақты мақсатпен сома болса, миымыз соған бейімделіп, жинақтау әлде қайда оңай болады. Қаржылық мақсат жай ғана сандар емес. Бұл мотивация ретінде сіздің болашақ эмоцияңыз, естеліктеріңіз, өмірлік тәжірибеңіз. Сонымен, қаржылық мақсат, яғни соманы анықтап, мысалы 500 мың теңге деп есептеп шықсақ, келесі қадам жинақтау мерзімін белгілеңіз. Мысалы, егер 500 мың теңге керек болса, және сізде 10 ай уақыт бар болса, әр ай сайын 50 мың теңгеден жинауыңызға болады. Бұл мүмкін бе жоқ па, өзіңіздің табыс көздеріңіз және шығындарға талдау жасап баға беріңіз. Үшінші қадам – арнайы жинақ шоты немесе копилка ашыңыз. Жинаған ақшаңызды бөлек сақтаңыз, банкте депозит ашып, оны саяхат деп атап, немесе Японияға саяхат деп жазып, осылайша оны басқа нәрсеге жұмсаудан сақтанасыз. Қаржылық мақсатқа тез жеткіңіз келсе, шығындарыңызды қысқартыңыз. Қымбат кофе, қажетсіз сатып алу, онлайн жеткізуден уақытша бас тартыңыз. Сол қаржыны саяхатқа арнаңыз. Бесіншіден, қосымша табыс көзін табыңыз. Фриланс, репетиторлық, қажет емес заттарды сату, мұның бәрі қосымша ақша табудың жолы. Бұл жинақты тезірек арттырады. Алтыншы қадам – өзіңізді шабыттандырыңыз. Барғыңыз келетін елдің суреттерін қарап, видеоларын көріңіз, бұл сізге мотивация береді. Жетінші қадам – тұрақты болыңыз. Ең бастысы тоқтап қалмау, аз-аздап болса да үнемі жинау үлкен жетістікке апарады. Ал енді саяхат кезінде үнемдеудің тиімді тәсілдерін қарастырып өтейік. Біріншіден, ерте броньдау ақшаны үнемдеудің басты жолы. Ұшақ билеттері мен қонақ үйді алдын ала броньдасаңыз, бағалар әлде қайда төмен болады. Әсіресе маусымдық сұранысқа дейін әрекет ету маңызды. Екіншіден, ашық күндермен іздеу. Егер нақты күнге байланбасаңыз, рейстер мен отель бағаларын 2-3 күннен салыстырып көріңіз. Сейсенбі және сәрсенбі сияқты күндері билет арзандау болады. Тегін серуендер мен мұражай күндерін пайдаланыңыз. Кейбір қалаларда аптаның бір күні немесе айдың бірінші жексенбесінде мұражайлар мен мәдени орталықтар кіру тегін, ал Европада көптеген қалаларда тегін сити-тур ұйымдастырылады. Жергілікті көлік карталарын немесе сити-пасты алыңыз. Мысалы, Токиода ол Суица, Парижда Навига, Истанбулда Истанбул карт. Бұл карталармен қоғамдық көлік арзанырақ болады. Кейбір қала пастарын музейлер мен транспорттарды бірге қолдануға болады. Тегін Wi-Fi және сим-картаның орнына eSIM қолданыңыз. Қонақ үйде, кафе мен вокзалдарда тегін Wi-Fi қолдануға болады, ал халықаралық eSIM провайдерлер арқылы жергілікті интернетті бірнеше есе арзан пайдалануға болады. Қолма-қол ақшамен қатар картаны да қолданыңыз. Банктік карта арқылы кейбір елдерде такс-фри жүйесімен қосымша қайтарым алуға болады, бонус жинауға болады. Сонымен қатар шетелдік банкоматтарда комиссиясыз алуға болатын карталар бар. Тамақты үнемдеу тәсілдері. Дүкендердегі дайын бента-бокс, кешкі тағамдарды, жеңілдікпен берілетін тағамдарды сатып алуыңызға болады.
Airbnb, хостел немесе капсульды отель кейде дәстүрлі отельдерге қарағанда жергілікті пәтер жалдау әрі үнемді, әрі ыңғайлы болады. Сонымен бірге ортақ ас үйі бар хостелдер бюджеттік саяхатшылар үшін өте тиімді. Бағалар мен ұсыныстарды салыстырып көріңіз. Booking, Agoda, Skyscanner сияқты сервистерді әрдайым жеңілдіктер мен промокодтар болады. Және де туристік ақпарат орталықтары. Тегін көмек көзі. Көптеген қалаларда туристік орталықтарда тегін карталар, шегерім купондары және бағыттар бойынша кеңестер беріледі. Саяхат кезінде ауырып қалу күтпеген, бірақ жиі кездесетін жағдай. Сырт елде жүргенде ауа райы, тамақ, су, уақыт, белдеуі бәрі ағзаға әсер етеді. Ұзақ ұшудан кейін шаршау, суық тию, тамақтан улану немесе климатқа бейімделе алмау, мұның бәрі денсаулыққа әсер етуі мүмкін. 2009 жылы мен алғашқы рет Токио барғанымда осындай жағдай болды. Ұшудан кейін қызуым көтеріліп, әлсіздік болды. Алайда менде сақтандыру болмағандықтан дәрігерге қаралу қиын әрі қымбатқа түсті. Сол сәтте шетелде медициналық көмексіз қалу нағыз күйзеліс екеніне көзім жетті. Кейбір елдерде қарапайым медициналық көмек те өте қымбат. Мысалы, жедел жәрдем тексеру немесе дәріханадан дәрі алу $100 тұруы ықтимал. Сондықтан сақтандыру ақылды туристің серігі. Алдын ала сақтандырылған болсаңыз, кез келген жағдайда тыныштық пен қаржылық қорғанысыңыз болады. Сақтандыру полисі келесілерді жабу мүмкін: медициналық көмек, жедел жәрдем шақырту, стоматология, сапарды тоқтату немесе кейінге қалдыру. Халық иншуренс сақтандыру компаниясы саяхаттағы сенімді серіктесіңіз. Сіз өзіңіздің және отбасыңыздың қауіпсіздігі үшін Халық иншуренс сақтандыру компаниясы саяхаттағы сенімді серіктесіңіз. Сіз өзіңіздің және отбасыңыздың қауіпсіздігі үшін Халық сақтандыру компаниясының саяхаттық сақтандыру қызметін пайдалана аласыз. Жарақат алған немесе кенеттен ауырған жағдайда емделуге қомақты шығындарды болдырмау үшін Халық сақтандыру компаниясынан күніне 435 мың теңгеден бастап сақтандыру полисін алуға болады. Тіркеу кезінде Халық қосымшасында 20% бонус алуға мүмкіндік бар. Сақтандыру полисінің болу бірқатар елдерге, мысалы Шенген елдеріне бару үшін виза алу кезінде міндетті талап болып табылады. Халық иншуренс компаниясында жылдам онлайн рәсімдеу, қолжетімді тарифтер, халықаралық серіктестік арқылы көмек көрсету бар. Сапар алдында бар болғаны бірнеше минут бөліп өзіңізді қорғап алғаныңыз болашақта үлкен шығын мен күйзелістен құтқарады. Толық ақпарат ресми сайтта және видеоның астында көрсетілген. Кішкене тосын сый. Қай елге барғыңыз келеді және неге сол елге барғыңыз келеді, комментарийға жазып кетіңіз. Біз барлық пікірлерді оқып, кездейсоқ түрде бір көрерменге бас демеушіміздің атынан арнайы сыйлық табыстаймыз. Қорытындылай келе, саяхатқа ақша жинау шындыққа айналатын арман. Бастысы жоспар құру, артық шығыннан бас тарту және нақты әрекет жасау. Керемет және жеңіл саяхаттар бұйырсын.